Бір отбасында 3 ұл, 2 қыз болатынбыз. Ұлдардың ең кенжесі мен едім. Үлкен 2 ағам үйленгенде әке-шешеміз о дүниелік болды. Шеттей бала-шаға, бастары бір қазанға сыймайтын адуынды 2 жеңгенің қолында қалдық. Бірі есік алдындағы 2 бөлмелі үйде тұрса, екіншісі үлкен шаңырақта тұратын еді. Ата-анамыздың топырағы кеппей жатып, біз сол 2 жеңгеден қыспақ көре бастадық. Абысын тату болса, ас көп деп бекер айтпаса керек. Дегеннен-ақ бұрын ешқашан ортаймайтын қазанның түбі тақырап қала беретін болды. Әркім өз бала-шағасының қарнын тойғызуды ойлап, жетімектердің қамын ешкім ойлағысы келмеді. Қараусыз балалардың өмірі не болсын? Ұлдар болып ауыл ішінде ойнап жүретін едік. Ал 2 қарындасыма тіптен обал болды. 2 жеңгемнің ең болмаса біреуі киімдерін жөндейін демеді. Бар білгендері азаннан кешке дейін бір-бірімен ерегісу болды. Сол кезде оның себебін де түсінбеппіз. Сондағысы екеуі үлкен үйге таласады екен. Оның бәрін несін тәппіштей берейін. 2 қарындасымның күйін көрген нағашымыз асырап алып кетті. Алысқа кетіп бара жатқандарын сезген қарындастарым жаман болса да жеңгелерімнің етегіне жармасып, кетпейміз деп жылағанда, жігіт болып қалғанмен шыдай алмай үйден шығып кеттім. Содан не болғаны белгілі емес пе? 2 қарындасымның кеткенін 2 жеңгемнен көрдім. Оларға ауыз ашып сөйлей алмайтын ағаларымды мүлдем шеп көріп кеттім. Әйтеуір сол үйден кеткім-ақ келіп тұратын еді. Мектепті бітіре салысымен бір-ақ күнде облыс орталығына тайып тұрдым. Ата-анам қайтыс болғалы берекесі кеткен өз үйімнен бездім. Тілімнің пысықтығы шығар, әп-сәтте қала өміріме бейімделе бастадым. Алдымен қара жұмыс істеп, содан кейін нәпақа табудың жолдарын үйрендім. Өмір өзі өз толқынымен алып кете береді екен. Бір қойманың бастығының көзіне түсіп, өмірде біреуге керек екенімді бірінші мәрте сезіндім. Осылай бойдақтық өмір өтіп жатты. Жасым 25-ке келгенше менің ешқашан үйленгім келмеді. Жолдастарымның барлығы үйленіп жатқанда менің көз алдыма 2 ағам мен 2 жеңгем, 2 қарындасым елестей беретін. Үйленуге жағдайым болса да, оны мақсат тұтпадым. Қашанғы осылай жүре берейін? Менің де аяғыма махаббат тұсау болды. Тұратын пәтерімнің жанындағы аялдамадан бір қызды көретін болдым. Шашы ұзын, өзі аппақ, өте сұлу қыз. Менің барған сайын жүрегімді баурай берді. Таныстым, талай қыздарды арбаған тілім оны да құрығына ілді. Оқуын жаңа бітірген бойжеткен жұмысқа енді кірген екен. Үйлену керек екенін ойласам да, ол кезде маған үй жоқ еді. 1-2 рет барған ата-анамның үйінде әлде қашан береке кетіп, ағаларым бір-біріне ат ізін салмайтынын білген соң көңілім қалған. Бар жағдайды сүйіктіме айтқанда, ақылы бар қыз екен. Ата-анасының қарсылығына қарамай маған тұрмысқа шығуға келісімін берді. Ақылдаса келе кішігірім некеге тұрып, отырыс жасайтын болып келістік. Мен үйленемін дегенде бастығым да өз көмегін аяған жоқ. Аз уақытта отбасылы еркек болып шыға келдім. Жыл өткенде ұлым өмірге келді. Міне содан бастап менің жүрісім сұйыла бастады. Бұл кезде бастығымның қала ішіндегі
4-5 қоймасын басқаратын едім. Қаржыдан қиналмадым. Бейпіл өмір сүрдім. Ақшаның буына мас болған сайын отбасымның алдындағы міндеттерді ұмыттым. Оларды қараусыз қалдырдым. Жанымда өңкей өзім сияқты жолдастар. Уақытша қызыққа малданып жүрген қыз қырқын. Әйелім мен баламды қанша рет жалғыз қалдырып, үйге түнемейтін кездер де көп болды. Ол көзі жәудіреп, кейде таң ата оралатынымды білсе де, ұйықтамай күтіп отыратын. Осылай жүріп өмірге екінші, одан кейін үшінші баламыз да дүниеге келді. Бұл уақытта мен қоймада есепші болып істейтін қызбен әуейі болып жүрдім. Тапқан табысымның жартысынан көбі сол қызбен қыдыруға кететін еді. Балаларымның қалай өсіп келе жатқанын да мүлдем назар аудармадым. Сонда менің теріс жүрісімді әйелім мүлде сезбейді деп ойлайды екенмін. Қыдырысым мүлдем көп болып кетті. Әйелімнің балалар өсіп келеді, үйде көбірек уақыт өткізсеңші дегенін мені үйге байлап қоймақшы деп түсініп, сол күні үйге келмей қоятынмын. Осындай күндердің бірінде менің некеме қатер төнді. Қоймадағы жуас қыз өзінің аяғының ауырлығын тез арада үйленбесе сотқа беретінін айтып қорқыта бастады. Бастапқыда мән бермеген мен жұмыс орнына шешесі келіп сойғанды салып кеткенде мен қорқайын дедім. Қазір әйеліңе барып бәрін айтамын дегенде шақшадай басым шарадай болды. Онсыз да менен көңілі қалып жүрген әйеліме бұл жағдайды айта алмадым. Демалыс күні үйде жатқанда есікті біреу жарып жіберердей дүрсілдете қақты. Әйелім дүкенге шығып кеткен болатын. Есікті ашқанда ар жағында көңілдесім тұрды. Қайда әйелің? Көрсін күйеуіңнің не істеп жүргенін, сосын өзі-ақ кетеді деп айғай салды. Көршілерден ұялғанымнан үйге кіргізіп алыппын. Басу айтқан сайын өршеленіп барады. Әншейінде жып-жуас сияқты еді. Аузынан нендей сөздер шықпай жатыр десеңші. Ең сорақысы айғайдың үстінен қайын енем түспесі бар ма? Сабырлы қалпын ес өзгертпейтін оның да түрі бұзылып кетті. Есепші қыздың сөзінен ақ бәрі белгілі болды. Сол сәтте үйге кірген әйелім міз баққан жоқ. Маған бір қарап, ана қызға бір қарап, анасын жетектеп бөлмеге кіріп кетті. Екеуі не сөйлескенін білмедім. Бір кезде қайта шықты да, не істейсің, мен кетейін бе деді маған қарап. Ойпырмай, мұншалықты сабырлы адамды көрмесемші. Қаперімде не айтарымды білмей, жоқ дей беріппін. Мен сендердің араларыңдағы байланысты 1 жылдан бері білемін. Кететін болсам осы уақытқа дейін кететін едім. Еркектерде мұндай бола береді. Ал шын мәнінде сенің аяғың ауыр болса, екінші әйел болуға келіс деді. Бұл сөз маған арналмаса да, өңменімнен өтіп кетті. Бағаналы бері сарнап тұрған қыздың да үні өшті. Айтар сөз таба алмай кетіп қалды. Мен де қатты ұялып үйден шығып кеттім. Айта берсең, мұндай әңгімелер көп қой. Жас кезімде әбден желіккен менің отбасымды әйелімнің сабырлылығы мен ақылдылығы сақтап қалды. Осыдан кейін балаларым мен әйелім үшін барлығын жасап келемін. Менің осы оқиғадан кейін ойға түйгенім, жарыңыз бен балаларыңызды қадірлеп, аялап, үнемі отбасыңызға қамқор, сүйеу болсаңыздар деймін. Жарларыңызға әрдайым адал болсаңыздар, бақытты ғұмыр кешетіндеріңізге күмәнім жоқ. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі жолы бұдан да қызықты оқиғаларды оқып беретін боламын.